Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Есімім Дылмұрат, математика пәнінің мұғалімі болам. Бізде бүгін керемет есеп 151-дің 299 дәрежесі үлкен ба, 299 факториал үлкен ба. Енді бұл есепті екі түрлі әдіспен дәлелдеп берейін деп тұрмын. Бірінші әдісіміз қарапайым идеялардан тұрады. Яғни В және С оң сандар үшін В С-дан үлкен болатын болса, В-ның С-ға қатынасы бірден үлкен. Яғни бұл жерде мен екі санның қатынасын алайын деп тұрмын. Екі санның қатынасын мына формулада жазуға болады. 151-дің 299 дәрежесі деген сөзді 151-ді 299 рет жазайын. 299 факториалымыз 1 көбейту 2 көбейту 3, осылай 299-ға дейін болған сандардың көбейтіндісі. Ендігі мәселе В-ның С-ға қатынасы бірден үлкен деп айтсақ, яғни алымында тұрған сан В үлкен шығады. Біз мына жерді байқасақ ол бірден кіші сан болып тұр. Яғни біз 299 факториалды үлкен деп айтайын десек, мына жерге байқасақ, бұл жерде бірден үлкен болып тұр. Қарама қайшылық туындап тұр, бұл көбейтінді де. Ендігі мәселе, бұл жерде керемет бір тактиканы пайдаланайық. Біз мынандай теңсіздіктер жүйесін алайық. Бірінші сан мен соңғы санды топтастырайық. Яғни көбейтіндің орнын ауыстыруға болады. Бірінші сан мен екінші санның көбейтіндісі ол бірден үлкен. Екінші сан мен соңғыдан санағанда екінші санды көбейтсек, яғни ол да бірден үлкен болады. 3 пен соңғы 3-ті топтастырсақ, дәл солай жалғасады. Ортадағы санды байқайық. Ортада санымыз 149 пен 151, ол да бірден үлкен болады. Және ең центрінде тұрған санымыз, ортада тұрған санымыз 151-дің 150-ге қатынасы, ол да бірден үлкен. Яғни бұл теңсіздіктер жүйесінен сол жағыны көбейтетін болсам, біздегі берілген өрнек шығады. Теңсіздіктің оң жағын көбейтетін болсам, мынандай нәрсе шығады. Барлық бірді көбейтсек, 1 деген сан шығады. Яғни 151-дің 299 дәрежесінің 299-ға қатынасы, 299 факториалға қатынасы бірден үлкен сан. Яғни бұл жерде айтатынымыз 151-дің 299 дәрежесі 299 факториалдан үлкен. Екінші әдіс нағыз олимпиадаға қатысатын оқушылар үшін берілген әдіс. Бұл әдісті мына теңсіздікпен шығаруға да болады. Бұл теңсіздікті дәлелдеудің өзі бір олимпиада есебінде келген. Қай жылғы келген есіме түспей тұр қазір. Бұл теңсіздікті дәлелдеп беру керек бірінші. Теңсіздікті дәлелдеуді индукция әдісімен де дәлелдеуге болады. Мен арифметикалық ортаның геометриялық ортаға қатынасы деген қасиетті пайдаланып дәлелдейін деп отырмын. Бұл әдісте мынандай айтады: геометриялық орта арифметикалық ортадан кіші. Енді тең болады, тек y1, y2 осылай элементтер тең болған жағдайда ғана мына теңдік орынды болады. Басқа жағдайда теңдік орынды емес. Енді мен геометриялық ортаны жазайын. 1 көбейту 2 көбейту 3 деп осылай n-ге дейін болған сандардың көбейтіндісі кіші, олардың арифметикалық ортасынан 1 плюс 2 плюс 3 осылай n-ге дейін болған сандардың қосындысынан. Геометриялық орта арифметикалық ортадан кіші. Арифметикалық ортаның өзін топтастыратын болсам, яғни мына жердегі сандарды топтастыратын болсам, немесе арифметикалық прогрессив формуласын пайдаланатын болсам, бізде бұл қосынды 1, 2, 3 деген n-ге дейін болған сандардың қосындысы n көбейткен n плюс 1 бөлінген 2-ге тең. Бұл жерде n мен n-ді жоятын болсам, біздегі мәніміз n плюс 1 бөлінген 2. Ендігі мәселе геометриялық ортамыз n плюс 1 бөлінген 2-ден кіші екенін дәлелдедік. Бұл теңсіздікті дәлелдедік. Біз енді n еселі түбірден құтылу үшін екі жағын бірдей n есеге көтереміз. Түбірді теңсіздікті n-ге көтеретін болсақ, бізде пайда болады. n еселі түбірмен қысқарады. 1 көбейту 2 көбейту n-ге дейін болған сандардың көбейтіндісін, мына тұрған көбейтіндін n факториал деп жазуға болады. Сонымен берілген төбедегі тұрған теңсіздікті біз дәлелдедік. Енді n-ің орнына 299 деген санды қояйын. Сол кезде 299 факториалымыз болады.
кіші болады 299 плюс 1 бөлінген 2-нің 299 дәрежесінен. Ол дегеніміз мынамыз 300, 2 бөлсек 150. Бізге 151-ді табу керек. Алайда біз білеміз, 150-дің 299 дәрежесі кіші болады 151-дің 299 дәрежесінен. Яғни 150 кіші болады, 150-дің өзі 299 факториалдан үлкен. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтар болса комментарийда күтемін. Сабақ ұнаса лайк басып, қолдау көрсетейік, каналға тіркеліп алайық. Рахмет.